Сәлем достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз тез дайындалатын алмалы штрудель дайындаймыз. Кәне кірісейік. Ол үшін бізге қатпарлы қамыр, қант, корица, бір жұмыртқаның сарысы, лимон шырыны және алма қажет болады. Біз алманы 4 бұрышта барлығын турап аламыз. Енді табамызды қыздырып, сары майды жағамыз да ерітеміз. Оның үстіне алмаларымызды салып, үстіне қант, корица, лимон шырынын құйып, жақсылап араластырып, 1-7 минуттай қуырамыз. Лимон шырынын құйғанда біздің алмаларымыз қарайып кетпейді, өздерінің түсін сақтайды. Енді қатпарлы қамырымызды оқтаумен ысып, екі жағынан да жолақтар кесеміз. Ортасына алмаларымызды салып, плетенка тәріздес екі жағынан өріп қоямыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған духовкамызға 160 градуста 40-50 минутқа қоямыз. Міне уақыт өткеннен кейін біздің алмалы бәлішіміз дайын болды. Есі керемет, үйде аңқып тұрады. Кескенде өте жұмсақ. Және наны да, алмасы да өте жақсы піскен. Қонақ тез келердің алдында дайындауға болады. Егер де сізге менің рецептерім ұнаса, міндетті түрде лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!